Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 10-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде буын деп аталады. Бұл сабақта сен сөздерді буынға бөліп, сөздегі буын санын анықтайсың. Сурет, тірек сөздерді қолданып, сөйлем мәтін құрастырасың. Балалар, кафеге барған кезде балмұздаққа тапсырыс беруге болады екен. Балмұздақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Балмұздақ. Дұрыс айтасыңдар балалар, 3 буын бар екен. 3 дауысты дыбыс, 3 буын бар екен. Бүгін балалар, біз банан қосылған балмұздақ жасауды үйренеміз. Ол үшін 150 грамм йогурт, 200 грамм ірімшік, 1 банан, ванилинді алып, ыдысқа араластырамыз. Одан кейін оны 1-2 сағат тоңазытқа қойамыз. Содан біздің банан қосылған балмұздағымыз дайын болады екен. Енді бірінші жаттығудағы суретке қарайық. Қыздың үстел үстіне қойған көкөністеріне қарап, қандай тамақ дайындағалы тұрғанын айтып көр. Ең алдымен қазанға не салу керек? Екінші жаттығу. Суреттегі көкөністерден тағы қандай тағамдар дайындауға болады? Ойларыңмен бөліс. Үшінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Жайлы жұмсақ төсегім, домаланып өсемін. Қабат-қабат тоным бар, қалай оны шешемін? Балалар, жұмбақты шешіп, сұрақтарға жауап берейік. 4-ші жаттығу. Бізге көкөніс атты өлең берілген. Өлеңді көкөністердің атын қойып оқы. Қане бірге оқып көрейік. Әкелді анам базардан, барлығынан тазарған. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Ас қылатын мен асты, деп өзара таласты. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Пышақ өткір құралды, бірі қалмай туралды. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Қазанға кеп түсті де, қайнап пісті де. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Айналды бір дәмді асқа, амалың жоқ нан басқа. Балалар, осы өлеңдегі көкөніс атауларын буынға бөліп жазайық. 5-ші жаттығуға қараймыз. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Көкөністер мен жемістерден жасалған тағам денсаулыққа пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумен көп. Жарайсыңдар балалар. Дәптеріміздің 10-ші сабағындағы 3-ші, 4-ші, 5-ші жаттығуларды және шығармашылық тапсырманы мұқият дұрыс орындайық. Өзімізді бағдаршам түстер арқылы бағалаймыз. Іске сәт!